Бүгінде халықтың құқықтық сауаттылығы маңызды дүние. Әрбір азамат заң мен құқықтарын білуі керек. Қазіргі таңда құзырлы органдар тарапынан құқықтық сауаттылықты арттыруға арналған бағдарламалар мен іс-шаралар жиі өтуде. Осы орайда біз Арқалық қаласы әкімінің аппараты, мемлекеттік мекемесінің ақпараттық технологиялар және мемлекеттік қызметтер мониторингі бөлімінің басшысы Магомедов Алиасқап Магомедовичпен сұхбаттасып, құқықтық сауаттылық дегеніміз не? Құқықтық сауаттылықты арттыру үшін не істеуіміз керек деген сауалдарға жауап іздедік. Парасаттылық мен үшін адамның рухани тереңдігі мен ішкі мәдениеттің айнасы. Бұл тек білімді болу емес, сол білімді дұрыс қолдана білу, әрбір іс-әрекетте әділеттік пен адалдықты ұстану деген сөз. Парасатты адам өз сөзіне де, ісіне де жауап бере алатын, айналасына үлгі бола білетін тұлға. Мемлекеттік қызметшілер арасында жемқорлықтың алдын алуға шаралар өткізіледі. Заңдарда белгіленген шектеулер мен тыйымдарды сақтауына ықпал етеді. Өзара қарым-қатынас мәдениетін қалыптастырады. Қоғамдық ұсынымдары да қабылданады. Осылайша қала тұрғындарының мүдделерін қорғау мәселелері ортаға салынып, жұртшылықтың пікірі ескеріледі. Біріншіден, адалдықтың іргесі отбасында қаланады. Бала ең алдымен ата-ананың сөзіне емес, іс-әрекетіне қарайды. Егер ата-ана уәдесіне тұрса, өтірік айтпаса, баланы адал еңбекке бауласа, ол балада шыншылдық пен әділеттік ерте қалыптасады. Отбасында айтылған әрбір сөз, жасалған әрбір қадам болашақ азаматтың мінезіне әсер етеді.